Сәлеметсіздер, құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Қазір мен сіздерге Қазақстанның шаруашылықта қолданысы туралы өзен бассейндерінің карта схемасын құрастырамын. Мен арнайы интернеттен Қазақстанның өзен бассейндерінің картасын тауып алдым. Бұл табиғи бассейн емес, бұл шаруашылықта қолданысының бассейні. Енді бірақ өкінішке орай бұл картада көбінесе өзен бассейндері және өзендер орысша жазылған екен. Мен қазір жасанды интеллектіні қолдана отырып, мына орысша жазбаларды алып тастаймын. Ол үшін өзімізге белгілі ChatGPT сайтына кіреміз. ChatGPT сайтына кірдім. Енді осы файлды мен ChatGPT-ға жүктеймін. Енді ChatGPT-ға мен команда беремін. Мысалы, жазуларды алып тастау. ChatGPT менің берген командамда орындап жатыр. Жақсы, міне ChatGPT бізге бүкіл картадағы орысша жазбаларды алып тастады. Енді осы ақпаратты мен өзімнің жұмыс стиліме жүктеймін. Жазамын өңделген карта деп. Сохранить батырмасын бастым. ChatGPT-ға рахмет. Енді осы картаға географиялық шартты белгілерді орналастыру үшін мен қазір Snagit редакторын ашамын. Snagit редакторын аштым. ChatGPT өңдеген картаны жүктедім. Бірақ өкінішке орай міне жан-жағын барын қап-қарап көрсетіп отыр. Бұл енді көруге ыңғайлы болу үшін мен қазір ағартамын. Ақпарат біраз өңделді. Жақсы, егер дұрыстығына көз жеткізсеңіз, изгладить все батырмасын басамыз. Енді қазір мен бастағым келеді Ертіс өзен бассейні. Ертіс өзен бассейнінде шаруашылықта қолданысының артықшылығы бар. Мысалы, Ертіс өзенінің бойында 3 бірдей су электр станциясы салынған. Су электр станцияның шартты белгісі мен жүктедім. Ертіс өзеніне қазір барып қоямын. Бізде 3 су электр станциясы бар. Ең ірісі Бұқтырма, копировать. Одан кейін Өскемен және Семейдің жанында бізде Шүлбі. Енді Балқаш Алакөл өзен бассейніне келетін болсақ, бізде Қапшағай су электр станциясы. Оңтүстік Қазақстанда Шардара су электр станциясы көрсетілген. Міне, ең ірі Қазақстандағы су электр станцияларды мен
көрсеттім. Бұл бірінші артықшылық Қазақстанда өзендерді су электр станциясында қолдану. Енді атауларын жазып көрейін. А әрпін басамызда жазып қояйық. Мысалы, Шардара әріп үлкен болып кетті, оны сәл кішірейтеміз. Шардара. Келесі Қапшағай. Келесі Бұқтырма. Келесі Өскемен. И Шүлбі. Бірінші артықшылығын біз жазып көрсеттік. Шүлбі. Келесі біз біраз шаруашылықта қолданысының кемшіліктерін картаға көрсетейік. Ең бірінші өндірістік қалдықтармен ластану. Өндірістік қалдықтармен ластаған ірі өзендер олар Ертіс, одан кейін Нұра, Тобыл, Балқаш көлі бар, иә. Сондықтан мен оны мынандай қызыл түспен көрсетейін деп отырмын. Қызыл түс ол бізде өндірістік қалдықтармен ластанды. Өскемен. Өскеменде 3 завод орналасқан: Қазмырыш, ТМК, Үлбі. Одан кейін мына қызыл нүктені бір салып алғаннан кейін копировать и ставить деп ете бересіздер. Одан кейін Теміртау қаласында бізде Қарағанды металлургиялық комбинат орналасқан. Келесі Балқаш қаласында мыс өңдеу комбинат орналасқан. Павлодар қаласының қасында алюминий заводы. Ақсу қаласының жанында Ақсу ферроқорытпа заводы орналасқан. Одан кейін Қостанай облысында бұл жерде Лисаков кен байыту заводы орналасқан. Міне, примерно ірі өндірістік қалаларды орналастырдық және оның су көздерінің ластануы туралы біраз ақпарат береміз. Егерде мына знактардың түгел дұрыстығына көз жеткізсеңіз, онда сгладить все батырмасын басамыз. Сгладить все батырмасын бастым. Келесі осы зауыттардың аттарын немесе қалалардың аттарын жазып қоямыз. Мысалы, Өскемен бастаймыз. Өскемен. Ақсу. Келесі Теміртау. Жазуларды кішірейтуге болады. Балқаш. Одан кейін Лисаковск. Енді қандай өзендер ағып жатқанын көрсету үшін мен қазір өзеннің атауларын жазайын деп отырмын. Ең бірінші Ертіс. Ертісті мен бұлай көрсеттім.
Павлодардың тұсына ертіс өзен жазып қоюға болады. Одан кейін Нұра. Келесі Тобыл. Сырдария. Іле. Енді өздеріңіз білесіздер, оңтүстік Қазақстанда Сырдария өзенінің жағасында мақта және күріш шаруашылығы дамыған, иә. Енді осы күріш шаруашылығының аймақтарын картадан көрсетіп және ластау жолдарына мысал келтіріп қоюға болады. Ол үшін мен қарындаш батырмасын басамын, контур таңдаймын қара түс, және мысал ретінде біраз барлығын біз көрсете алмаймыз, сондықтан мысал ретінде жазып қоюға болады. Енді қарындаш батырмасын басқаннан кейін міне қарындаштың көлемін жұқарту үшін онда контур ширина батырмасын басамыз, маған жеткілікті 3. Енді мына жақта бізде біраз мақта өсіретін аймақтар бар, иә. Оңтүстік Қазақстанның қиыр оңтүстігінде Мақтаарал деген жер бар. Соларды көрсетіп қоямыз. Сырдария өзен жағасында көбінесе күріш өсіретін біраз аймақтарда олай көрсетіп қоюға болады. Енді бүкіл шартты белгілердің дұрыстығына көз жеткізетін болсаңыздар, сгладить все батырмасын жазуға болады. Енді осы аймақтарды мен қызыл түспен бояп көрсетем. Заливканы таңдаймыз, қызыл түс. Бұл енді тыңайтқыштармен ластану деген сөз. Сырдария және Сырдария, Шу, Талас өзендері көбінесе тыңайтқыштармен ластанып жатады. Енді тағда тыңайтқыштармен қатты ластанған аймақтардың бірі Іле өзенін айтуға болады. Өйткені Іле өзенінде бау-бақша шаруашылығы қарқынды дамыған, сондықтан бұл аймақтарды да былай көрсетіп қоюға болады. Егер де контурдың дұрыстығына көз жеткізсеңіз, сглаживание батырмасын басамыз и оны былай бояй саламыз. Не, құрметті көрермендер, дәл осы секілді өздеріңіздің шығармашылықтарыңызға байланысты Қазақстанда өзен суларын қолдану бойынша картаны жасап шығуға болады. Енді бұл жерде легенданы картаның кез келген жеріне жаза беруге болады. Мысалы үшін мен мына фигураны таңдаймда легенданың маңайын былай қоршап қоямын. Былай қоршасаңыздар, мысалы жәңнегі қызыл дөңгелекпен көрсетілген бізде өндірістік қалалар деп жазып қояйын. Өндірістік қалалар. Келесі төртбұрыш, оның үшін былай әдемілеп төртбұрыш таңдаймын.
иә, оның үшін қызылмен көрсетемін. Оны жаз қойылады. Өндірістік қалалардан кейін, мысалы, ауыл шаруашылығымен ластану өзендердің сразу білет. Күріш өсірген кезде, мақта өсірген кезде тыңайтқыштар суларға, өзендерге қосылады, нәтижесінде эвтрофикациялық процесс болады. Енді мына жақта бағанағы знақты копировать етеміз да. Бұл су электр станциясы СЭС. Сразу белгілі, Бұқтырма, Қапшағай, тағы басқа. Енді арнайы өзен бассейн алаптарының шекарасы көрсетілген, шекара сызып қажеті жоқ. Сіздер алаптардың атын қазақшалап жазып қоюға болады. Мысалы, Ертіс өзен алабы. Шриф өте кішкене, оны үлкейтуге болады. Ертіс өзен алабы. Одан кейін Тобыл. Тобыл-Торғай өзен алабы. Тағы басқа. Міне, құрметті көрермендер, сіздер жасанды интеллектіні және Snagit редакторын қолдана отырып, Қазақстанның су қорларының шаруашылықта қолданысы туралы карта схемалық ақпаратты жасауға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.